Айтпай жүрген тағы бір екі мәселені айта кетейік. Мына құқықтық әдебиетте біздің заңгерлер онша қатты батпай жүрген бір тақырып бар. Ол мына Сталин бастаған, Ленин бастаған топтың қылмыскер екендігін ашып жазу. Криминология оқулықтарына, өздерінің мақалаларына, кітаптарына, монографиясына ашып жазу мәселесі. Ал бірақ қынадай қырған бүкіл халықты, соның ішінде қазақты қынадай қырған осылар болатын. Бұларды қылмыскер ретінде қарауымыз керек біз. Енді криминология жазбағанда кім жазады деп мен өзімнің оқулығыма қостым бірнеше адамды. Мысалға Лениннің өзі қылмыскер. Сталиннің қырған адамдары таза өзінің репрессиясымен қырылған адам 800 мың. Ал түрмеге барып түрмеден өлгендер 600 мың. Оның ішінде Міржақып атамыз бар. Міржақып 37 жылға репрессия басталмай тұрып өлді, білесіңдер ме? 35 жылға қайтыс болып кетті. 1.400.000 халық дегеніміз, әр адамда 5 литр қан бар. Осыны есептесең, қанша болады? 7 миллион литр қан таза өзі төкті Сталин. 7 миллион литр қан. Миллион литр қан емес, 7 миллион литр суды төгуге қорқамыз ғой? 7 миллион литр мұнайды төгуге қорқамыз, солай ма? Бензинді. А ол 7 миллион литр қан төкті. Мен сіздерге бұны не үшін айтып отырмын? Анау оның жасаған қылмысының қаншалықты деңгейдегі қаншер екендігін көру үшін. Қазақша сөз бар ғой, қаншер деген. Түсініп жатсыздар ма? Сталин атеист болған ба? Атеист емес негізі ол. Ленин де, Сталин де атеистпіз деп есептейді ғой өздерін. Ол діни семинарияда оқыған, кәдімгі христиан дінінің семинариясында оқыған. Во имя Отца и Сына и Святаго Духаның адамы ол. Поп негізгі мамандығы. Мен естігем, Сталиннің ба, Лениннің ба бойы кішкентай болған. Соған бәрі тисе беретін, сол үшін ол қатыгез болып кетті. Жақсы, қатыгез болғанда да енді жақсы қай дінде болмасын да бір Құдайға сенеді ғой, енді сонда да қай дінде де адам өлтіру күнә деген ғой, сонда даже Құдайдан да қорықпаған. Құдайсыз қоғам құрды ғой. Ағай, олар Құдай жоқ деп оқытты ғой Сталин. Иә. Тура атеисттарды тәрбиелеген ғой, былайша айтып тұрсаң. Құдай жоқ деп